Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Мен Бекжанова Бақтыгүл Омырзаковна, Маңғыстау облысы Мұнайлы ауданының номер 7 орта мектебінің өзін-өзі тану пәнінің мұғалімімін. Біз бүгін 2 сыныптың 27 сабағы туған өлкенің табиғатын сақтауды үйренеміз тақырыбында сабағымызды бастаймыз. Сабағымыздың құндылығы қиянат жасамау, қасиеттері ешқашан зиян келтірмеу, ешкімді ренжітпеу. Сабағымыздың мақсаты оқушыларға туған өлкенің табиғатын сақтауды үйрету арқылы қиянат жасамау құндылығының мәнін ашу. Ал міндеттері оқушыларға ешкімді ренжітпеуді үйрету, оқушылар бойындағы жақсы қасиеттерді дамыту, оқушыларды табиғатқа ешқашан зиян келтірмеуге тәрбиелеу. Ендеше балалар, сабағымызды 5Т ережесімен бастаймыз. Менімен бірге қайталаңыздар. Тәртіп, тазалық, талап, тыныштық, татулық сияқты осы ережелерді сақтайтын болсақ, сабағымыз ойдағыдай өтеді. Ендеше сабағымыздың дәйек сөзі балалар: табиғат тазалығы, адамзат амандығы. Балалар, бұл нақыл сөзді қалай түсінесіңдер? Менімен тағы да бір рет қайталаңыздаршы. Табиғат тазалығы, адамзат амандығы. Ендеше дәптерімізді ашып, дәптерімізге күннің жадын жазып, бүгінгі тақырыбымызды жазып, дәйек сөзімізді жазып алайық. Балалар, мен сіздерге осы дәйек сөз бойынша сұрақ қойғым келіп отыр. Табиғатты кім қорғау керек? Осы дәйек сөзден қандай ой түйдіңдер, балалар? Мұғалім сыйы ретінде, балалар, мен сіздерге орманшының баласы ертегісін дайындап келдім. Ендеше қараңыздар. Баласы Мәлике Әбдірәшева. Орманшының баласы ат қылып мініп шапқылау үшін бір жас шыбықты сындырмақ болады. Сол кезде ол ағаштардың мынандай әңгімесін естиді. Ақ қайың айтыпты: мен өз
Балалар, әңгіме ұнады ма? Ендеше мынандай сұрақтар қойғым келіп отыр. Әңгімеде қандай құндылықтар мен қасиеттер туралы айтылды? Орманшының баласының әрекеті туралы өз ойыңды айтып көр. Сендер табиғатқа қандай қамқорлық жасайсыңдар? Үлкендердің айтқан ақылынан сендер қандай тәлім аласыңдар? Осы сұрақтарды балалар ойланып, дұрыс жауабын ойымызға түйейік. Ендеше балалар, шығармашылық жұмысымызға кірісейік. Шығармашылық жұмысымызда 91-92 беттегі бірінші тапсырманы орындаңдар. Ал дәптермен жұмысқа 61-63 беттер аралығындағы бірінші және екінші тапсырмаларды орындаңдар. Ендеше балалар, топпен ән айтайық. Ақылбек Шаяхметовтың орындау өлеңі әдемі. Әнін жазған Ғұсман Наурызбаев. Бірге қосылып айтамыз. Күн сәулесі төгілгені әдемі, кемпір қосақ керілгені әдемі, көк шалғында сыр салып жүргенде көк көбелек көрінеді әдемі, шаршылықтың бір ашқаны әдемі, алма ағаштың гүл ашқаны әдемі, қариялар жол үстінде кездесіп амандықты сұрасқаны әдемі, бұлбұлдың сайрағаны әдемі, қозылақтың ойнағаны әдемі, ақ боз атын ерттеп мініп атамның қойды өріске айдағаны әдемі. Ақ ботаның үріккен кезі әдемі, әжеміздің күлген көзі әдемі, бәрінен де жасқа толған бөпемнің тәй-тәй басып жүрген кезі әдемі, бұлбұлдың сайрағаны әдемі, қозылақтың ойнағаны әдемі, ақ боз атын ерттеп мініп атамның қойды өріске айдағаны әдемі. Домбыраны баппен тартсаң әдемі, шарықтат әнге салсаң әдемі, құламасыр думанды той үстінде құрбылармен ойнап күлсең әдемі, бұлбұлдың сайрағаны әдемі, қозылақтың ойнағаны әдемі, ақ боз атын ерттеп мініп атамның қойды өріске айдағаны әдемі.
Жарайсыздар балалар. Ендеше сабағымызды қорытындылайық. Сабағымыздың қорытынды сәтін тыныс алуға зейін қою жаттығуымен аяқтайық. Аяқ қолдарыңызды айқастырмай, түзу отыруыңызды өтінемін. Біз қазір тыныс алу жаттығуын жасаймыз. Тыныс алуға зейін қойған кезде біздің ақылымыз демалады. Ауаны ішке жұту кезінде тыныштық пен қуанышты қабылдаймыз. Демді шығарған кезде өзіміздегі мазасыздықтарды сыртқа шығарамыз. Кәне, дайындалайық балалар. Көзімізді жұмамыз. Арқамызды тіктейміз. Қолдарымызды тіземізге қоямыз. Еркін отырып, тынысты ішімізге баяу ғана тартамыз. Енді баяу тынысымызды шығарамыз. Тынысымызды ішке тартамыз. Тынысымызды сыртқа шығарамыз. Тағы да тынысымызды ішке тартамыз. Тынысымызды сыртқа шығарамыз. Жарайсыздар балалар. Бүгін сабаққа қатысқандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.